Ассалаумағалейкум Шоқбай сары көрермендері. Міне Бекжан ағамыздың шаруашылығына келіп, қошқарларын көріп жатырмыз. Мына қошқарынан пробный түскен қозыларын көріп жатырмыз. Мынау депутаттың баласы, дипломат деген қошқар. 1 жастан асқан, енді машалла керемет қошқар екен, гармоносый, құлағы, бас светлый, костяк барлығы. Енді мынау беріп жатқан пробный қозылар, бірінші қозысы осы. Мынау бірінші қозысы, 1 жарым ай 45 күндік қозы. Мынау қандай қоз? Бұл да осы қашқан тауықтан түскен. Оның анасы гектердің қозысы. Соған түскен. Бұған 1 ай болған жоқ. Осының 27-сіне туды. Жасын. Мына қозыға қарасаңыздар, бөлек қоз екен. Әкесінің құлағымен бірдей ғой. Гарбоносый, светлый. Аяғын жоғындықтарына қарап қойыңыздар. Кең. Қоз сатып кетті деп айтты. Әдем. Керемет екен, ше. Берекесін берсін Бекжан аға. Ол қандай қоз? Бұл депутаттың осының лазердің қызынан туған. Бұл да лазердің қызынан түскен осының пробный, е? Ертең 1 ай болады бұған. Машалла, берекесін берсін. Керемет қозылар екен. Лазердің қызынан туған. Костяк, құлақ, гарбонос страшно береді екен бұл қошқар, ше? Надан 16 күн кішкентай. 16 күн кішкентай, е? Мадан. Мынау шешесі Золотойдың қызы, мынау лазердің қызынан түскен. Екеуі де 1 туман болды. Машалла, берекесін берсін Бекжан аға. Бұдан да мықты қозылар түсе берсін. Бұдан да басқа қандай қошқарларыңыз бар? Көріп жатсақ қазір. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қазір тағы да қызықты ақпараттар болады. Дархан ағамыз сауда жасап отыр. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, көретін боласыздар.